Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен хош иісті, пайдалы алмалы шайдың рецептісімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі сіздермен басқа да шай түрлерімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 2 қасық қара шайды саламыз. Келесі негізгі ингредиенттердің бірі бұл алма. Мүмкіндігінше тәтті болған дұрыс. Егер сіздерде қышқыл түрі болса, онда дәміне қарай үйлестіріп, қантын немесе балды көбірек қосасыз. Алманы жақсылап жуып, осылай жұқа етіп турап аламыз. Мен 2 шай қасық қант қостым, ал сіздер қалауларыңыз бойынша бал қоссаңыздар да болады. Келесі 2 қалампыр, яғни гвоздика қосамыз, және де 1 корица қосамыз. Ал енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырып алған соң, шайымызды 10 минутқа тұндырып қоямыз. Мінекей шайымыз дайын болды, өте ерекше болып шықты, және де бұл шайдың денсаулыққа берер пайдасы өте мол. Бұл шайды ыстық күйінде де және салқындатылған түрде де ұсынсаңыз болады. Сіздермен болған Салтанат. Каналыма тіркеліп комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, себебі сіздердің қолдауларыңыз мен үшін шабыт сыйлайды.